Жусан иісі әңгімесі, соның ішінде кейіпкерлер бейнесі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын және кейіпкер бейнесін сипаттап жазу. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Осы мақсаттан сіздер қандай тапсырмалар орындауларыңыз мүмкін? Әділет айта қойыңыз. Шығармадағы көркемдегіш құралдарды қолданып жаттығулар жасаймыз. Жақсы, толықтырып жіберейік. Бақтылы айта қойыңыз. Көркемдегіш құралдарды пайдаланып, кейіпкерлер туралы айтамыз. Кейіпкерлерді сипаттаймыз. Тағы да оқиға орнын сипаттап жазамыз. Жақсы оқушылар, біз осы мақсатта бүгін жұмыс жасайтын боламыз. Ендеше оқушылар, біз өздеріңіз көріп отырсыздар, неше топқа бөлініп отырмыз? 4 топқа, иә? Ендеше 4 сиқырлы сандықты таңдай қояйық. Бірінші сандықты қай топ таңдайды? Жақсы. Бірінші топ, сіздер суретте не көріп отырсыздар? Жусан. Демек сіздер оқиғада жусанға байланысты қандай эпизодтар бар? Соны теріп, топпен ақылдасып жазатын боласыздар. Екінші топ. Бақтылының тобы таңдайып. Не көріп тұрмыз суретте? Атқора. Демек шығармада осы атқораға байланысты қандай эпизодтар бар? Осы эпизодты теріп, ақылдасып айтатын боласыздар. Үшінші сандықты? Жақсы. Мұхаммед Али. Қаралы қағаз. Оқиғада қаралы қағазға байланысты қандай эпизод бар, иә? Соңғы топ, иә? Жақсы. Не көріп тұрмыз? Хат жазу. Осы жусан иісі әңгімесінде хат жазуға байланысты қандай эпизодтар орын алған? Оқушылар, сіздерге 4 минут топтық жұмысты бірге ақылдасып, осы суреттер бойынша эпизодтарды тез-тез теріп шығару керек. Топтан бастайық, сіздер адалдық тобынан, иә? Сіздерге берілген орныңыздан тұрамыздар. Аян ол әкесінің пальтосын іске, бұл әкесінің сағынғанын білдірді. Ол әкесінің пальтосын ескеген кезде оның есіне жусан иісі шығып тұрды. Тағы қосаларыңыз бар ма? Ол әкесінің қатты сағынғаны сонша ол пальтоны біраз уақыт тұмсығын тағып еске болып тұрды. Жақсы. Балар, қосатындарыңыз бар ма? Жусан иісіне байланысты қандай эпизодтар болды? Айын Мұратбек, яғни автор, өз ауылына келген кезде сол жусанның иісінен балалық шағындағы досы Аянды
есіне алатын еді, иә? Жақсы. Біз тапқырлық тобы. Бізге хат жазу Эпизоды берді, иә? эпизоды берілді. Балаларға Иманжанов мұғалім оқытады. Аян бірінші күннен-ақ көзге түсті. Аян тез әріп танып әкесіне хат жазғысы келеді. Содан соң Аян хат жазуды үйренеді. Сосын балаларды хат жазуды үйренгісі келеді. Үйретеді, иә? Кім толықтырады? Ары қарай толықтырып жіберейікші? Әділет? Аян хат жазуды үйренгеннен кейін барлық балалар оны біліп, оларды үйретсін деп сұрайды. Ол оларға көмсіліп, менен көшіріңдер, менің әкемнің атының орнына өздерінің ағаларының аттарын қойыңдар. Жақсы, балалар. Неге Аян әріпті ертерек үйренгісі келді? Айта қойыңыз, Әйгерім. Өйткені ол соғыстағы әкесіне хат жазғысы келді. Күніне неше әріпті үйретуші еді Иманжанов ұстаз? Екі әріпті. Бас аяғы қанша уақытта әріп үйренді? Айта қойыңыз. Бір айдың ішінде толық хат үйретті. Хат танитындай етті, иә? Бұл жерде хат тануда кімнің еңбегі бар екен? Иманжанов ұстаздың еңбегі зор екен, иә? Жақсы, балалар, қошеметтеп қояйын, оқушылар. Сіздер берілген суреттер арқылы шығармадағы эпизодтарға тоқталып өттіңіздер. Енді оқушылар біз жұптық жұмыс жасап көрейік, иә? Сіздерге мынау кеспе қағаздары таратылады. Осы қағаздарда бірнеше кейіпкерлер бар, иә? Соларға сипаттама беріп көрейік. Жұптық жұмыс Бақтылы мен Аян екеуіңіз жаза қойыңыздар. Үш қасиетінен жазып шығайық. Кейіпкерлер бейнесін ашатын үш қасиетін жазып шығайық. Үшеуіңіз бірге орындай қойыңыздар. Қандай бейнесін ашатын? Қандай сөздер бар? Мысалға, Есікбай қандай? Ол үшін ең алғашта ол сотқар болды, Аянға сес көрсетті. Бірақ соңында Аянмен достасып кетті, Аянды қимай қалды. Аян балалар үйіне кеткен кезде Есікбай оны қимай қалды. Осыған қарағанда Есікбайдың бойында қандай қасиет бар? Жанашырлық бар, дұрыс айтады. Жақсы, оқушылар, бірер минуттан кейін жұмысымызды аяқтаймыз. Қай топ, қай жұп болды? Жақсы, өте жақсы. Тақым болды. Қаламымызды қоямыз. Әдеттегідей қолымызды көтереміз де бірдей шапаларымыз соғамыз. 1, 2, жақсы. Сонымен біздің шығармадағы басты кейіпкер Аян. Аянның бейнесін ашатын сөздермен сипаттап көрейікші Аянда. Аян зерек, қиялшыл. Осы қиялшылдана дәлел айтыңызшы. Гүлсезім, Аян айта қойыңыз. Ой, кешіріңіз. Ол өз ойынан балаларға ертегі айтады. Дұрыс айтады, балалар ол өз ойынан ертегі құрастырады. Ертегісі көбінесе қандай еді? Қызықты, күлкілі, батырлар туралы тағы айта қойыңыз. Қорқынышты, бір көзді дәу, қиялға толы ертегі. Тағы Аян қандай? Адал. Сабырлығына дәлел айтыңызшы. Ол өте сабырлы, Кім толықтырып жібереді? сабырлы, өйткені Аянның әкесі қайтыс болғанда, ол сабырлықпен қабылдайды. Жақсы. Басқа айтылмаған қандай қасиет қалды Аянда? Айтылмаған. Аян өте адал. Адал. Жақсы. Тағы да? Сабырлығын айтылды. Таза болды. Тазалыққа құмар. Дәлел айтамыз. Әпкені ауылға жаңадан келген кезде таза ақ жейден Үсті мұнтаздай, таза болып келген еді, иә? Жақсы. Келесі кейіпкер әңгімелеуші автор. Ол кім? Сайнұратбек. Кім дәлел айтады? Кім? Айгерім? Мейірімді. Тағы? Адал. Адал. Жанашыр.
ақ көңіл, иә. Келесі, Есікбай. Бұзық. Ал Есікбай жақсы да жаман да қасиеті болды, иә? Кім айтамыз? Апай бұзық. Ал айта қойыңыз. Бұзық. Дәлел айтамыз. Себебі ол бірінші күннен аянға тіскен. Сес көрсетті, иә? Айта қойыңыз. Төбелес қой. Төбелес ор болды, иә? Ол кімді жылатты? Кәдесін жүрекші. Кімді жылатты? Қосымды, иә? Тағы? Күшті. Айта қойыңыз. Күшті. Дәлел? Ол өзінің только әлі жеткен адамдарға оны тиіседі. Сотқар, иә? Сотқар, бір сөзбен айтқанда. Тағы Есікбайдың жас қасиетін айтайықшы. Жанашыр. Жанашыр, иә? Жанашыр қай кезде? Дәлел? Бақыттылы айта Ол аян неге кетіп бара жатқан кезде балалар үйіне кетіп бара жатқан кезде мейірімділікпен оны сағынамын сені деген сияқты сондай сөздер айтады. Толықтырамыз, жақсы. Аянды балалар үйіне апарар кезде Есікбай оны қимады. Жарты жылға шейін оны шығарып салды, иә? Басында Аянды қабылдамаған Есікбай, Аянға күш көрсеткен Есікбай, Аянның өте жақсы адам екенін біліп, Аянмен адал дос болады. Жақсы балалар, Тұржан қандай кейіпкер? Тұржан деген Зұлым. Себебі ол аянды ұрып соқты шөптің үстінен, ол шөпте өрт шыққан кезінде ол секірген кезде сабайды, иә? Тағы? Мейірімсіз. Айталыңызшы. Мейірімсіз. Себебі? Себебі ол аянды Тек қана Аянды ғана ма? Апа жалғастырсам болады. Әділет? Жақсы, оқушылар өте Өзіне жақсы. сөз қайтарған адамдардың ұрып соқты, иә? Өз Тұржан деген қандай адам? Портретін айтайықшы, Тұржан деген қандай адам? Ол қатал адам. Қайдан келді ол Тұржан? Әскерден ба? Майданнан келді. Майданда қандай кейіппен келді ол? Бір қолы жоқ. Бір қолы жоқ, иә? Ол демек ол қандай адам? Соғыс көрген, қан көрген деп ауыл адамдары Тұржаннан шошынады, иә? Және Тұржан ол ауылда қандай қызмет істеді? Полковник болды. Охо, полковник? Бригадир болды, иә ол? Бригадир болды. Тағы қосаларыңыз бар ма? Кім осы жұптық жұмысты толық орындады? Қол көтерейік. Кімге қиын болды? Демек сіздер орындамадыңыздар ма? Қандай қиындықтар болды? Кімнің портретін ашу қиын болды сіздерге? Кімнің бейнесін ашу қиын болды? Айта қойыңыздар. Сайын Мұратбектің сипаттау қиын болды, иә? Авторы. Тағы кімді сипаттау қиын болды сіздерге? Ау? Тұржанды сипаттау қиын болған екен. Жақсы, енді балалар білдік па? Олай болса балалар, келесі тапсырмамызға көшейік. Бұл бізде балалар тапсырманы орындамас бұрын көркемдегіш құрал деген бар, иә? Көркемдегіш құрал балалар оқиғаны өте әсерлі етіп жеткізеді, иә? Жаңағы жазушы да осы Жусанның иісін шығармасын жазғандағы мақсаты да ол сіздерге өте әсерлі етіп жеткізді, иә? Ендеше балалар еске түсіріп көрейік, сіздерге айтайын, сіздер қандай көркемдегіш құралға жататынын айтып отырайық, иә? Тыңдайық. Пышақтың қырындай, мұнтаздай таза, қас батырдай, жұлдыздай ақты, оқша зулап, арыстанша ақыра, отша жанып. Бұл қандай көркемдегіш құрал? Теңеу, дұрыс айтады, иә? Себебі ол дай-дей, тай-дей жинақтар арқылы жасалып тұр. Тыңдаймыз балалар, келесі. Сіздердің тобыңызға жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал еседі. Ашқылтым иіс аңқиды. Жусанның иісі. Ол символ, дұрыс айтады. Жарайсыздар. Келесі. Сіздердің тобыңызға, кішіпейілдік тобына, қу соғыс, сиқырлы қанат, қап-қара аспан, көк семсерді жарық жұрқ еткізеді. Ол сіздерден жылдамырақ болып кетті, иә, табандылық тобы. Ол эпитет. Қараңыздар, сабырлық тобына жақсыдан қалған тұяқ. Бұл снегдоха, иә? Жақсыдан қалған тұяқ кімнің сөзі?
Жақсыдан қалған тұяқ дейді. Ол кімді айтып жатыр? Сагер? Бабай шалдың кемпірінің сөзі. Кемпірінің сөзі. Кімге айтып жатыр? Аянға айтып жатыр. Жақсыдан қалған тұяқ едің дейді. Жақсыдан. Жүрекке салған жара? Әрине бала. Метафора. Ендеше көркемдеуіш құралды еске түсірді. Оқушылар, енді сіздер көркемдеуіш құралды түсіндіңіздер. Олай болса келесі тапсырманы орындайық. QR кодты сканерлеу арқылы сіздер Padlet тақтасына екі суретті берілген көркемдеуіш құралдарды пайдалана отырып сипаттап жазыңыздар. Ал ендеше QR мен сканерлеңіздер. Padlet тақтасына түсіп отыр. Аянның достары айнадай жарқырап тұрған мұзға оқша зулап сырғанады. Жақсы. Қыстың күні Аянның достары шанамен оқша зулап сырғанақ тепті. Табиғат ана Аянды алтын бесікте тербейді. Мен Аянды ыстық ықыласпен өз шанамды бердім. Аянға өз шанамды бердім. Ендеше барлығымыз телефонды маған қаратайық. Жақсы. Енді өздеріңіз жақсы көретіндей, біз сабақты бекіту мақсатында қандай ойын ойнаймыз? Қағылт ойынын ойнаймыз. Дайынсыздар ма? Жақсы. Ендеше оқушылар, сіздер мынау кодты тереміз. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы бір келгі етіп қойылған кекіл шашы бар. Кім туралы? Айтпаймыз, белгілейміз. Бір минут, бір секунд. Кім? Аян. Келесі. Жылдам жауап берейік балалар. Тез. Қанша адам дұрыс жауап беріпті? Келесі сұрақ. Аян алғаш рет келген кезде Аянмен төбелесіп, одан жеңіліп қалған еді. Кім туралы? Өзіміз белгілейміз. Жақсы. Бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы кім болады екен? Әйелі екеуі Аянға дұрыс күтім бермеген. Кім туралы? Жылдан сайтамыз. Тез белгілейік. Кім екен? Келесі сұрақ. Ауылдың бригадирі. Барлығымыз біледі деп ойлаймын.
Аянның жақын досы. Қазір ол туралы әңгіме жазып отырмыз. Мүмкін менші деп шатастырамын. Келесі. Кішкентай Аян жастайының шешесінен айырылып, әжесімен бірге не істейді? Қайда барады? Тез-тез. Ауылға көшіп келеді. Келесі. Ең алғаш Аян тобығын қалай шығарып алады? Аян тобығын қалай шығарып алады? Асылбек шалды. Аянның тобығын кім салып берді? Тез жауап бере қоямыз. Кім екен? Асылбек шал. Енді балалар, соңғы сұрақ, шешуші сұрақ. Содан кейін біз жеңімпаздың кім екенін анықтайтын боламыз. Шығарма неше бөлімнен тұрады? Әдебиетте бар, иә? Шығарма неше бөлімнен тұрады? 3 бөлімнен тұрады. Балалар, кәне, бүгінгі біздің жеңімпазымыз қарайық. Үшінші орын. Сагир Жансая. Кәне, орнымыздан тұрамыз. Екінші орын. Кім еді? Бекболат. Бірінші орында Бейбіт. Кәне, Бейбітке. Оқушылар, шығарма қалай аяқталады еді? Аянды балалар үйіне жібереді. Аянды балалар үйіне жібереді. Сол ауыл балалары Аян кеткеннен кейін барлығы де көңіл күйлері түседі. Ал балалар, сіздер қазір Аян қайда деп ойлайсыздар? Аянды көргілеріңіз келе ме? Ендеше балалар, осы Аянның прототипі Науқан Кәрімов деген кісі екен. Ол кісі қазір сіздерге көрсететін боламын. Оның қазіргі отбасы бар. Ол осы жаңағы балалар үйіне кеткеннен кейін не істеген екен? Қараңыздар. Арманмен жеттім ғой деп ектеді ғой. Мен арманмен жеттімге кетпей, 7-ші класс бітіргеннен кейін Қапқалдағы школын интернатқа бардым. Сонда 8-ші оқып жүріп, Ешбаған Жайсынбаевпен бірге оқыдым, актер. Содан Сағыр Сәрсенбаева деген мұғалімнің кішкене сөйбеге шығатын оқуын тастадым да, қалқын шығарып жүргізбедім. Қайда барсын деп Содан бері еңбекте. Қайтсын деп осы еңбекпенен. Міне балалар, осы Науқан Кәрімов қазірдің өзінде бар. Оның 50-ден астам немере, шөберелері бар, ол қыздары бар. Ол өмірде көп қиындық көрсе де, өзінің балаларының ешбір қиындықсыз, алаңсыз өмір сүруіне жағдай жасап келеді. Оқушылар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше телефондарыңызды алып, SMS хабарлама арқылы бүгінгі мына сұрақтарды жазып, менің номеріме, телефоныма жібересіздер. Келесі сабақта қандай мәселені талдасақ екен деген 2 сауалға сіздер маған SMS арқылы жазасыздар. Жақсы ма? Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше